Сәлем баршаңызға. Бүгін біз ватрушки с творогом жасаймыз. Өте жеңіл рецепт, міндетті түрде қайталап көріңіздер. Ең бірінші әрине бізге ашытқыны дайындау керек. Ол үшін біз 200 мл сүтті 3 ас қасық қантпен және ашытқымен араластырамыз және 10-20 минутқа қойып қоямыз. Ал енді қамырды дайындау үшін осы ашытқыға 10 грамм ваниль қантын, болмаса қарапайым қантты және тұз және үлкен 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Маған 480 грамм ұн кетті. Енді оны көз мөлшеріңізге қарайсыз, себебі қамыр қатты болмау керек және өте жұмсақ та болмау керек. Қамырды жылы жерге 1 сағатқа қойып қойыңыз. 1 сағат өткеннен кейін қамыр көтерілді. Қамырды енді 10 бөлікке бөлсек болады. Яғни 10 ватрушки шығарамыз. Бұдан кішірек жасасаңыз болады, себебі олар тағы да көтеріледі үлкен болып. Енді дөңгелетіп, шарик түріне келтіруіміз қажет. Ватрушкиларды формаға келтіріп, яғни дөңгелектеп, 15-20 минутқа жылы жерге қойып қойдым. Ал енді сүзбенің өзін дайындай берсек болады. Сүзбенің өзіне бізге 250 грамм творог, яғни сүзбе, 50 грамм қант, ваниль қанты 5 грамм, 1 жұмыртқа және тұз қажет. Осының барлығын жақсылап араластыруымыз керек. Он 15-20 минуттың көлемінде жылы жердегі ватрушкилар көтерілді. Енді осы ватрушкиларды формасын жасауымыз керек. Ол үшін мен кішкентай ғана стақанды қолдандым. Сіз кез келген ыдысты қолдансаңыз болады. Ал барлық ватрушкидің сыртын жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз да 180 градусты пешке 15-20 минутқа қоямыз.
өте тез піседі, сол себепті міндетті түрде қарап тұрыңыз. Мінекей осындай өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, комментарийға бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап беремін. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.